Ассалаумағалейкум, ардақты ағайындар, құрметті жанкүйерлер, тілеулестер. Біраз сұрақтар жиналып қалған екен. Сол сұрақтарға шетінен жауап бергім келіп отыр. Өйткені жанкүйерлер тарапынан алаңдаушылық қазір міне жиі байқалып жатыр. Не болып жатыр, жағдайларын қалай, шешілді ма, мәселе не болып жатыр деп. Барлығына шет-шетінен жауап берейін. Ең алдымен ағайындар, Қазақ стайлдың атынан, өзімнің атынан, Жәнібектің атынан сіздерге ерекше алғыс айтқым келеді. Жат біздің сүрінгенімізге қуанып жатқан кезде, карьерамызға крес қойып жатқан кезде, өз қазағымыз қасымыздан табылып, қолдау білдіріп, тілеулестігін білдіріп, біздің ақ екенімізге сенім білдіріп, кәдімгідей бір еңсемізді көтеріп қойды. Өйткені бізге де оңай болған жоқ ағайындар. Қаншама қан, қаншама тер, маңдай тер, уақыт деген сияқты. Енді міне биік шыңның белесін бағындыруға аз қалып едік. Осындай бір даулы мәселеге тап болдық. Сол елдің қолдауы, елдің пікірі, тілеулестіктері, қаншама спортшылар жылы сөздерін жазды. Кәдімгідей еңсемізді бір көтеріп қойды. Ерекше алғыс айтқым келеді. Бір қазақтың бірлігі, қазақтың бір-бірін қолдауы, бұл бөлек әңгіме, бөлек дүние. Бұл мәселе қалай басталды, қалай болды, түсіндіре кетейін. ВАДА бізден анализ алды. Бірінші анализінде зәрмен қан алды. Сөйтіп барлығы тап-таза деді. Оны өздеріңіз де көрдіңіздер. Жәнібектің суреті әлеуметтік желіде салдық қой команданың парақшасына. ВАДА келіп анализ алды, барлығы таза деп шығарды, барлығын. Біз таза спортты қолдаймыз деп команданың атынан жаздық. Жәнібек өзі де жазды. Неге? Өйткені біз әрдайым таза спортты қолдаймыз. Біз допингке қарсымыз. Допинг қолдануды кәдімгідей қарсыласқа жасалған зұлымдық деп есептейміз. Өйткені Жәнібекке қаншама жастар еліктеп жатыр. Тек қана қазақ емес, әлемде Жәнібектің стиліне қызығатын жастар бар. Біздің стиль қазақ стиль болған екен. Мейлінше сол бір дұрыс түсінікті, таза боксты насихаттағымыз келіп, сол міне барлығы таза деп жарияладық. Арада біршама уақыт өтті да қайтадан келді. Сөйтіп тек қана зәр алды. Сөйтіп жекпе-жекке ұшайын деп тұрған кезімізде, 3 күн қалған кезде осындай даулы мәселе туып тұр деді. Біз кәдімгідей шок болдық. Шок болған кезде мен түсінбегенім, бірінші анализ таза, екінші анализден осындай деп тұр. Енді сол аралықта біз тамағымыз, сол тамақ, сол витаминіміз, сол витамин, ешқандай нәрсені алған жоқпыз, ешқандай нәрсе қосқан жоқпыз. Тіпті жаңа витамин сатып алған жоқпыз. Ана қораптың астында қалғандар бар еді, сол жететін еді бізге. Соны пайдаландық. Енді витамин ол міндетті түрде спортшы ішу керек, білесіздер. Өйткені қанша тер, салмақ тастау болады, кәдімгі өзі рұқсат етілген витаминдер болады. Оны ішпесе болмайды, денсаулық кетеді. Ол витаминді де айтпақшы кейін біз тексертіп алдық, қосымша ешқандай мәселе жоқ, ол витаминдер тап-таза деді. Таң қалғанымыз, неге бұлай болды? Бұның үшін ұстай алмадық енді. Не болды, кім істеді, қалай болды? Бұл сұраққа жауап жоқ. Өйткені ол ішпей жемей осындайға тап болдық та. Түсінерем, егер жаңағы пайдаланып, ұсталып қап, ой деп сондай бір мәселелер болса, ол бөлек әңгіме. Бірақ осындай жағдай болып қалды, өкінішке қарай. Ендігі мәселе не болады? Енді екінші пробаны ашады. Жаңағы алған зәрі бар ғой, екінші рет алған зәрі. Соны екіге бөліп, олар сақтап қояды екен, сол екіншісін ашады енді. Сол екіншісі біз мына кәсіпқой бокс федерациясы жариялады. Қаңтар айының 8-іне ашылады. Құдай қаласа, сол уақытты күтіп жатырмыз. Оға дейін ешқандай нәрсе жасай алмаймыз. Мен де ештеңе жасай алмаймын бұл мәселеде, Жәнібек те ештеңе жасай алмайды. Барлығын қазір өзінің мамандары айналысып жатыр. Заңгеріміз бар, жаңағы менеджеріміз бар, промоутерлер бар. Кәдімгі ресми хат жолдап, WBO-ға, IBF-ға ресми хат жолдап, осы мәселені шешіп жатырмыз. Міне екінші пробасын ашайын деп жатырмыз. Уақыт беріңіздер, анық-қанығын анықтайық, зерттейік деген сияқты кәдімгі үлкен команда жұмыс жасап жатыр. Құдай қаласа 8 қаңтар күні ашылады. Енді оның результаты қашан шығатынын сол кезде айтады. Енді бірден шыға ма, 3 күннен кейін шыға ма, оны көре жатармыз. Енді кішігірім бір сұраққа жауап. Екінші сұрақ, жігіттер, мынандай дүние бар екен. Жәнібекке команданы ауыстыру керек, командасы нашар дегенде мен ақпараттарды, жаңалықтарды оқып қалып жатырмын. Сосын былай ойлайды екен, Жәнібектің командасы тек қана Берік Сұлтан және Жәнібек Әлімханұлы деп ойлайды екен. Түсіндіре кетейін, өйткені білмейтіндер де көп қой. Енді әртүрлі пікірлермен өмір сүретін қоғамдамыз ғой қазір.
адамдар бір нәрсенің ақ қарасын білмей, біреудің жазып қойған пікірімен немесе біреудің рейтингін өсіру үшін жазған видеосымен жаңағы ойлап алады да, соны дұрыс екен деп ойлап қалады. Біздің команда тек қана Берік Сұлтан мен Жәнібек Әлімханұлыдан тұрмайды. Біздің команда өте үлкен. Біздің командада менеджеріміз бар, промоутеріміз бар, матчмейкер бар, видеограф бар, мобилограф бар, пиар менеджер бар, барлық америкалықтар. Катмен бар, тренеріміз бар, 3 тренеріміз бар. Біреуі жаңағы Брайан Вилория болса, одан кейін Джо мен Луис, олар жаңағы күш қуатты арттыратын тренер. Одан кейін Катменді айттым я міне. Осындай командадан тұрамыз. Заңгеріміз бар, айтпақшы, докторымыз бар өзіміздің. Енді олар америкалық болғаннан кейін басқа штаттарда, басқа қалаларда болады. Енді біз жұмыс керек кезде олар келіп, жаңа өздерінің жұмыстарын жасайды, үнемі біздің қасымызда жүре бермейді. Сондықтан оларды кейде видеоға түсіруге, кейде бүйтіп ел жұртқа бүйтіп көрсетуге уақыт болмай жатады. Өйткені үйге барамыз, тренировка келеміз Америкада. Сол экранда Жәнібек екеуміз ғана болғаннан кейін жұрттың бәрі ойлайды екен, командада тек қана мен ғана бармын, және боксшы Жәнібек қана деп. Ондай емес, біз осындай үлкен командамыз, кәдімгі кәсіби командамыз. Одан кейінгі мәселе, бұл да өте маңызды. Осы командамен 2 дүркін әлем чемпионы болдық, 2 тұжырымның чемпионы болдық. Біздің команда өте әлсіз болатын болса, бұндай жетістікке жетпейтін едік. Жәнібек 13-ші жекпе-жекте чемпион болды, 15-ші жекпе-жекте 2 титулды иеленді, өздеріңіз білесіздер. Команда әлсіз болса, мұндай деңгейге жетпейді боксшы. Ол қанша мықты боксшы болса да. Команданың мықтылығының себебінен осындай дүниелер болып жатыр. Содан кейін осы команданың себебінен Эрисланди Ларамен жекпе-жек алынды. Бұл да рингтің ішінде емес, рингтің сыртындағы үлкен жұмыстар. Бұны тек қана мен айналыспаймын, үлкен команда айналысады. Осының да бір түсініп алса деймін да, жанкүйерлер, жанкүйер еместер де бар ғой. Сосын Аллаға шүкір, енді қазір хейтерлер де көбейіп жатыр. Неге десеңіз, кеше бір рейтингтен алып тастады Жәнібекті. Мынау басқа да көршілес мемлекеттердің блогер, ютубер журналистері, спорт сарапшылары деп қойықшы, әртүрлі пікір айтып, Жәнібектің карьерасына крес қойылды, енді ол үйтеді, енді ол бүйтеді деп, соны біздің қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдары жарыса жазып, енді деп оған қайғырып жатқандар да бар, қуанып жатқандар да бар дегендей. Сондықтан бұл спортта сыйған тілеулестермен қоса, хейтерлердің болуы да заңды. Біздің оған еңсеміз түспейді, өйткені біз бұл салада жүргеннен кейін, бұл салада ащысы мен тұщысы, қуанышы мен қайғысы қатар жүретінін білеміз. Біреу жамандады екен деп, біреу үйтті екен деп артқа қарап өмір сүрмейміз. Білесіздер, алдын Жәнібек салмақ жасай алмай қалған кезде де карьерамызға крес қойып тастағандар болды, кейін қарасаң жанкүйер болып кетті дегендей ғой. Енді тек қана бізді қолдаңдар, біздің тілеулесіміз болыңдар деп ешкімге айтпаймыз, өйткені бұл спорт. Біреуге ұнайсың, біреуге ұнамайсың, біреуге стилі ұнамауы мүмкін, біреуге біздің қазақы ұстанымымыз ұнамауы мүмкін, біздің Америкада рингтің төрінде қазақша сөйлегеніміз ұнамауы мүмкін. Өйткені ол ойлағанда емеспіз да біз. Ол ойлаған спортшы жаңағы ағылшынша сайрап тұрып, басқа деген сияқты болуы мүмкін, бірақ біз оның бір түсініктеріне сай келмей қалған екен. Адамды білесіз ғой, өзіне ұнамаса бірден жек көре бастайды. Нейтральный қарамайды, енді ол өзінің таңдауы, өзінің шешімі ғой деп қарамай, кейде кей адамдар жаңағы жеке шекараға өтіп кететін жағдай болады. Сондықтан бұл мынау әртүрлі пікірлердің жазылуы ол заңды. Енді не мәселе? Біз тазамыз, біз ақпыз, біз Жәнібекті өзі жазды, ешқандай нәрсені пайдаланбайтынымызды білесіздер. Осы спортта жүргеннен кейін біз бұның қыр-сырын білеміз. Енді күтеміз не болатынын. 2 мәселе күтіп тұр, ағайындар, бұны да ашып айтып кетейін. Қазақ айтады ғой өзі, қазанаттың жолында жазық та бар, ор да бар, азаматтың жолында бақыт та бар, сор да бар дейді. Енді кәсіпқой бокс бұл үлкен бизнес. Біз енді спорт деп ойлаймыз, көк туды желбірету деп ойлаймыз ғой, бірақ шетелдіктер үшін, басқалар үшін бұл кәдімгі бизнес, ақша табудың құралына айналып кеткен. Мүдде, мақсат, жаңағы елдік мүдде, қазақы дүние деген сияқты бір ұлтыңды насихаттау, тіліңді насихаттау, көк туыңды желбірету, сол арқылы бір ұлтты көрсету деген сияқты дүниелерді шетелдіктер қатты ойлай бермейді, бұл кәсіп деп есептейді. Енді 2 нәрсе күтіп тұр бізді. 8 қаңтарда ашады. Таза болып шықса, Құдай қаласа, осыған үміттеніп жатырмыз. Таза болып шықса, барлығы ойдағыдай болып шықса, кәдімгі 2 титулдан айырмайды, қайтадан мансабымызды жалғастыра береміз. Осыған ниеттеніп отырмыз, үміттеніп отырмыз. Өйткені аққа Құдай жақ. Ал енді
әртүрлі нұсқалармен жаңағы қанда болып, жаңағы зәрде болып, одан да шығатын болса, жоқ міне әлі бар екен осындай нәрсе дейтін болса, онда Жәнібекті екі титулынан айырады, және де білмеймін қанша жылға екен, 1 жыл ма, 1,5 жыл ма, 6 айға ма бокстан шеттетеді, бокстасудан шеттетеді. Енді ол жағдайда еңсеміз түсіріп артқа қарай кері кетпеу керекпіз. Ер жігіттің мойнында қыл арқан шірімейді дегендей, бұл қиындықты да, бұл сынақты да, бұл ауыртпашылықты да өтіп, ары қарай мансабымызды жалғастырып өмір сүре береміз, бокстаса береміз. Өйткені әлі кеш емес, неге десеңіздер, Жәнібек 33-те, кеше ғана Кроуфордты көрдіңіздер, 38 жасында Канелоны ұтып алды. Усикті білесіздер, 38 жасар. Сондықтан Биволды білесіздер дегенде Бетербиев жүрмін чемпион болып. Жалпы бұл кәсіпқой бокста қазақша тілмен айтқанда шал болу ол ондай түсінік жоқ. Өйткені боксшы дайын болатын болса, боксшы жылдан болатын болса, мотивациясын жоғалтпаған болса, ол біраз белес бағындырады. Өйткені кәсіпқой бокс деген әуесқой бокстағыдай күніге жекпе-жек өткізе бермейсің, жылына 2 рет, 3 рет жекпе-жек өткізесің, ағзаң мейлінше кәдімгідей шыдамды болып тұрады. Сондықтан бәрі алда, ешқандай бір еңсені түсіретін жағдай емес. Елге келдік, елдеміз, кішкене келіп есімізді жиып жатырмыз, демалып жатырмыз. Өйткені бізге де оңай болған жоқ. Атқа мініп серуендеп, бала-шағаның қасында болып, арқа-жарқа ағайындармен болып, кішкене есті жинап жатырмыз. Қанша ауыр болғанын енді өздеріңіз, кей жанкүйерлерге қаншалықты ауыр соқты, бізге одан 100 есе, тіпті 1000 есе ауыр болғанын өздеріңіз біліп отырған шығарсыздар. Сондықтан Құдай қаласа бұны да еңсереміз, бұны да өтеміз. Қазақ стайл бұрынғыша елге қызмет ете береді, қазақтың көк туын желбіретуге әрекетімізді жасай береміз. Бұйыртса барлықтарыңызға ерекше алғыс, ерекше рахмет. Шаршамаңыздар. 2026 жыл осы жылдан да берекелі болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Әрдайым бір-бірімізді қолдап, бір-біріміздің тілеуімізді тілейтін, аз ғана қазақпыз ғой, бір-бірімізді көтермелейтін, жақсылығымызды асыратын, жамандығымызды жасыратын сондай бір ұлт болайық. Амандықта жүрсек. Рахмет.